Марина күлімсіреп ұлына қарады. Жаңа, қымбат, сәнді костюм киген, бойы ұзын, сымбатты, қара шашты. Ертең оның ұлы үйленеді, сену қиын. Илья айнадағы бейнесін мұқият қарап тұрды. Сосын риза кейіппен басын изеді. Костюм дәл өзі үшін тігілгендей, сәнді. Ол анасын қарап, түсі де жақсы, әрі қымбат көрінеді деді. Ол қымбатқа түсті деп ойлады Марина, бірақ дауыстап. Ұнағаныма қуаныштымын. Тойда міндетті түрде жылаймын, сені толық сәнмен көргенде деді. Тойда Илья айнадан басын алып, мам, сен тойға жиналып жатырсың ба? Біз келіскенбіз ғой, сен ол жерде болмайсың деп. Келіскенбіз, балам, мен оны қалжың деп ойладым. Қандай қалжың? Деп ұлы бөлмені ары-бері кезіп жүре бастады. Сен ұмытып қалдың ба, Викада қандай ата-аналар бар екенін? Тойда тек элита болады. Сен өзіңді кедей туысқандай сезінесің. Мен сені үшін уайымдай бастаймын, мам. Сен менің ең маңызды күнімді бұзғың келе ме? Ұлы Маринамен диванға отырып, оның қолын ұстап, ақырын қысты. Мамачка, тек елестетші, сен олармен салыстырғанда қандай бейшара көрінесің. Сол семіз Ирен мен оның әйелдерінің қасында. Менің жүрегім жарылып кетеді. Сен үшін ұялу масқара. Біз сенімен ертең кездесеміз, жарай ма? Шай ішеміз немесе шампан. Құттықтап, сыйлықты берерсің. Маринаның жүрегі реніштен сығылып кетті. Туған баласы, оны соншалықты ұялтады. Өз тойында жетімсіреп көрінуге дайын. Неге мен бейшара көрінуім керек? Деп қарсылық білдірді анасы. Жақсы шеберге шаш үлгісіне жазылдым, маникюр жасатам, жарасымды көйлек кием. Қандай жарасымды? Ол көк ескі құсқы көйлек. Деп айқайлап жіберді. Илья бөлмеде қайта жүре бастады. Ендеше бұлай деп анасының алдына тұра қалып, егер жақсылап түсінбесең, турасын айтайын. Мен сені тойда көргім келмей. Мен, бәлкім, арам болармын, бірақ мен үшін анамның еден жуушы екені ұят. Мен сені қатқыл түріңмен туыстарыма көрсеткім келмейді. Осылай түсініктірек пе? Марина ұлының мұндай сөзінен есеңгіреп, үнсіз қалды. Илья үндемей сөмкесін алып, костюммен бірге кетіп қалды. Есіктен шығарда, қайталап айтам, салтанатқа келме. Онда сені ешкім күтпейді деді. Илья кеткеніне бірнеше сағат болса да, терезенің ар жағында кеш түсіп, Марина әлі де диванда шоктан қатып отырған. Жылай да алмады. Көз жасы сәл кейін келді. Әйел жарықты жағып, комоттан ескі отбасылық суреттері бар альбомды шығарғанда. Ол альбомда оның бүкіл қарапайым өмірі сияқтанып еді. Естеліктер Маринаға сондай күшпен лап берді, тыныс алуда қиын болды. Ескі тозған суретте көк көзді 2 жастағы қыз объективке байыппен қарап отыр. Көйлегі біреудің киімінен қысқартылған. Қасында арық, оғаш әйел, Россияны көзқарас, ақмақтау күлкі. Жаман түсірілген сурет болса да, әйелдің мас екені білініп тұр. Марина 2,5 жаста болғанда анасынан ата-ана құқығы алынып, ол қыздың өмірінен бір жола кеткен. Есейгенде қыз тіпті сол анасын іздеп әуре болмады, не керегі бар. Топтық сурет. 10 жастағы Марина мойынсұнбас алтын бұйра шашты қыз, екінші қатарда, сол жақтан үшінші. Балалар үйіндегі өмір оңай болмаған. Марина тәрбиеленген мекеме 90 жылдардағы құжаттық фильмдердегідей бейшара приюттың дәл өзі. Аспаздар азық-түлікті ұрлайтын, тәрбиешілер боқтап айқайлайтын, директор ересектердің ұрып соғуын қоштайтын. Оны үлкендердің тәртіпті қалай ұстайтыны қызықтырмайтын. 3 официант қыз, формалары әдемі, суретке түсуге талпынып, сәл қисайған маңдайша астында тұрған. Мектепті бітірген соң Марина мамандық таңдауға көп бас қатырмады. Жол бойындағы «У дороги» атты кафеде официант болып жұмыс тапты. Жалақы аздау еді, бірақ официанттың басты табысы шайпұл. Әдемі, шапшаң Маринаға клиенттер жомарттық танытатын. 12 сағаттық жұмыс ауысымы азапты болатын, бірақ қыз мойымайтын. Тәуелсіз өмір Маринаға ұнады. Коммуналкадағы бөлмесі кең, жарық болды. Қарт көршілер сыпайы. Ақша көп емес, бірақ жететін. Оған қоса, Марина өз бойынан ерекше қабілет тапты, аз ақшаға жарасымды киіне білетін. Қыз киімдерді секонд-хендтен алатын, қайта пішіп, ескі құсқыны сәнді киімге айналдыратын. Жазғы кештердің бірінде Марина сол кафеде келушілердің бірімен танысты. Жасы 30-дар шамасында, қарапайым,
бірақ сыпайы адам болатын. Ол ұзақ отырып кофесін асықпай ішіп, Маринаға жылы жымиып қарайтын. Сосын сөзге тарта бастады. Сөйтіп олардың арасы жақындап, біраз уақыттан кейін бірге тұра бастады. Ол Ильяның әкесі болатын. Марина жүкті екенін білгенде, ер адам басында қуанды, бірақ көп ұзамай жоғалып кетті. Ешқандай түсініктеме де, қоштасуда болмады. Сол сәттен бастап Марина ұлын жалғыз өсірді. Балабақша, мектеп, дәрігерлер, киім, аяқ киім, бәрі өз мойнында. Ол ешқашан шағымданбады, Илья үшін барлығына төзді. Илья ақылды, зерек бала болып өсті. Марина барын салып, оның болашағы жарқын болуы үшін еңбек етті. Қосымша жұмыстар істеді, түнде еден жуды, таңертең жұмысқа жүгірді. Ұлын ештеңеден тарықтырмауға тырысты. Сондықтан да бүгін оның сөздері Маринаның жүрегін қарып өтті. Ол осынша жыл бойы бар махаббатымен өмірін баласына арнаған еді, ал енді өзі үшін ұят саналып отыр. Марина альбомдағы суреттерге қарап отырып, көз жастарына ерік берді. Ол өзін қорланған, қажетсіз сезінді. Бірақ сонымен бірге жүрегінде ашу емес, өкініш пен мұң ғана болды. Көп ұзамай ол көзіне жасын сүртіп, орнынан тұрды. Түн тыныш еді. Асүйге өтіп, шәйнек қойып, дастарханға баяу отырды. Мен ешқайда бармаймын деді өзіне сыбырлап. Бірақ ұлым мені жоғалтты. Поленов орманда бақытты күлкілер. Марина үлкен гүлдер мен жапырақтардан жасалған бас ораммен жасыл шөпте отыр. Оны иықтан құшақтаған сүйкімді қара шашты жігітте сондай бас орамды тағыпты. Көп жылдар өтті, бірақ Марина әлі де осы суретті көргенде жүрегі дүрсілдейді. Ол шамамен бір жыл бойы жол бойындағы кафеде жұмыс істеп жүрген кезде Максиммен кездесті. Сол жазғы таңертең кафеге таңғаларлықтай көп адам жиналған еді. Марина дәмхананың залында поднос ұстап, шыдамсыз клиенттерге қызмет көрсетіп жүрді. Кенет қыз тегіс жерде аяғы тайып, терезе жанындағы үстелде отырған жігіттің үстіне томат шырыны толы стаканды төгіп жіберді. Ашық түсті көйлегінің үстінде ашық қызылдақ баяу тарап жатты. Марина қорқыныштан сөз таба алмады, тез ақ киімнің қымбат екенін түсінді. Ол есін жинай алмай жатып, үстелдің жанында кафе қызметкерлері жинала бастады. Стас жігіттің айналасында дүрлігіп, кедей официантқа айқайлап, жұмыстан қууымен қорқытты. Неге сонша айқайлайсың? Деп күлімсіреп жігіт Маринаға көлік кілтін ұсынды. Уайымдамаңыз, мен ата-анама ауылға бара жатырмын. Машинамда таза футболка бар, артқы орындықтан рюкзагымды алып бере аласыз ба? Максим Николайұлы, Стастың қызметшісі, Маринадан кілттерді тартып алды. Бұл тауықша машинада бірдеңе бұзып алмас. Клиентпен жалғыз қалған қыз қорыққанымен ақыры кешірім сұрады. Кешіріңіз, мұндай жағдай бірінші рет болды, шын жүректен айтамын. Зияныңды өтеуге дайынмын. Тыныштан зиян деген жоқ, ештеңе етпейді. Қалай атыңыз? Марина. Мен Максим, ол қолын ұсынды. Марина еріксіз шын мәнінде бірінші рет оның бетіне қарады. Жігіт тартымды, спорттық денелі, сұр көздері аздап мазақтай қарап, әсем күлкісі бар еді. Қожайын клиентке рюкзакты әкеліп, өзін реттеуге болатын орынға ертіп баруды ұсынды. Маринадан өткенде Стас мазақтап: «Не тұрсыңдар? Өзіңнің ауысымың бітіп кетті ғой». Анна сүйіспеншіліктегі жұптан ақша алып жатқанда артынан көңілді дауысты естіді. «Марина, маған сәл уақыт бөле аласыз ба?» Ол бұрылды, таза көк футболка киіп, сол үстелде отырған Максим еді. «Тапсырыс қабылдаймын». Тартымды қонақты қызмет көрсетіп жүрген қыз өз-өзіне сенімсіз болып, еріндері қызарып тұрды. Стас жігітті есікке дейін шығарып салып, Маринаға көз салып: «Кешірме, сені әдейі айқайлаттым. Ол футболка үшін сені төлеткісі келді, ол сенің айлығынан қымбат». «Бұл жігітті қайдан білесіз?» «Ол Макс Скворцов, біздің мэрдің баласы. Қаланың әр иттері біледі». Кешке қарай Марина ұзақ жұмысқа шаршап, таңертеңгі оқиғаны ұмытып кетті. Бір ғана тілегі болды, тез үйге барып төсегіне жату. Сыртта қараңғы түсіп қалды, автобусты қанша күтетінін білмеді. Кенет кафе жанынан жарық түсті шетелдік машина келді. Марина қорқып бір қадам артқа шегінді, бірақ мұқият қараса, көлік таныс болды. Қызық, мұнда неге теңіз баласы жүрген екен? Максим машинадан шығып, орындықтан үлкен гүл шоғын алып, тікелей Маринаға қарай беттеді. Қыз таңырқаған күйде, ол гүлдерді ұсынды.
Жұмысты аяқтадың ба? Кешір, қандай гүлдер ұнайтынын білмедім, сондықтан қарапайым ақ раушандармен шектелдім. Бірақ уәде беремін, келесі жолы тек сенің сүйікті гүлдеріңді беремін. Содан кейін толықтай абдырап қалды. Официантқа неге? Неге десең? Деді Макс күліп. Мен сені жақсы көремін ғой. Бүгін кеш керемет, бәлкім бірдеме жасап қайтайық. Марина қатты ұйықтағысы келгенін ұмытып кетті. Қазір болып жатқан бәрі керемет армандайтындай көрінді. Қыз кенеттен түсінді, ол бұл жігітпен қайда болса да баруға дайын. Бірақ жақсы, ол өз киімін еске түсірді, ескі джинсы, қарапайым футболка, басында не бар екені белгісіз нәрсе. Рахмет, бірақ мен қатты шаршадым, кешіріңіз, бүгін бара алмаймын деп өкінішпен жауап берді Марина. Келесі күні кездесеміз деп Макс берілмеді. Жарайды, келесі күні деді қыз. Келесі күні олар қайта кездесті, және енді ажырамайтын болды. Бұл махаббат алғашқы көзқараста басталды. Максим, экономикалық факультет студенті, жазғы сессияны сәтті тапсырды, ал жұп күнде кездесуді бастады. Жігіт Маринаны демалысқа апарды. Ол шетелдік паспортқа ие болмағандықтан, олар ғажайып 10 күнді Сочи қаласында өткізді. Макс сүйіктісімен университеттегі достарымен таныстырды, көңілді компаниямен жиі шомылып, табиғатта отқа шоғыр жағып, барбекю жасады. Бұл Маринаның өміріндегі ең жарқын бе. Қамқор және ұмытылмас, жаз Марина өміріндегі ең бақытты кезең болды. Анна ешқашан мұндай шексіз қуаныш сезінбеген. Сүйіктілер қазірден бастап үйлену туралы сөз қозғаса да, күзде барлық жарқын жоспарлар бір сәтте құлаған. Бір күні Макстың енесінің әпкесі көшеде бауырын қарапайым киім киген таныс емес қызбен бірге көрді. Сол сәттен бастап Маринаның өмірі қатты өзгерді. Скворцовтар отбасы жалғыз ұлдарының осындай жетімдер үйінен шыққан қызбен қарым-қатынасына қатты қарсылық танытты. Макстың анасы тәте мен әжесі Маринаға күнде қоңырау шалып қорлап қорқытып ұлдарынан алшақтауды талап етті. Макстың әпкесі кафеде келіп, дүрбелең шығарып, Маринаның бетіне сүтті коктейль лақтырып кетті. Тұрғын үйлердің ауласында отырған қарт әйелдер біраз уақыт бойы Марина туралы сұрақтар қойып, жағымсыз әңгімелер айтты. Құрбысы Яков Иванович, пәтердегі көрші, бір дәмдеуші келіп, Маринаны нашақор, жеңіл жүрісті қыз деп айтып, көп ақша ұсынды деді. Марина бұл туралы сүйіктісіне ештеңе айтпады, себебі ол сол кезде шетелдік студенттік алмасу бағдарламасына баруы керек болатын. Максқа да қысым жасалып жатқандай еді, өйткені оның көздерінде алаңдаушылық пайда болды. Кейде ол Маринаның бетіне мұқият қарап, оның жылы күлкісін көргенде жеңілдеп демалды. Макстың кетер алдында 2 апта қалғанда Маринаның пәтерінде телефон шалды. Николай Борисович деген қатал ер адамның дауысы естілді. Мен Макстың әкесі. Сен ұлыммен қарым-қатынасты үзесің. Оған басқа жігітің бар деп айт. Егер менің сөзімді елемесең, қатты өкінесің деді ол дауысты үзуімен. Марина Максты қатты сүйді, оны қалай бас тарта алады. Макс Лондонға ұшып кеткенде Маринаның өмірі құбылыстарға толы болды, оларды ол әлі күнге дейін жаман түс сияқты еске алады. Скворцовтардың мэрімен Стас сатып алынған болып, Маринаны ірі ұрлық жасаған үшін айыптап, оны қамауға алды. Марина басшысының осы қастандық әрекетіне қатты таң қалып, өзіне қорғаныс іздемеді, іс сотқа тез берілді. Ол шындықтың тезірек ашылатынына сенді, ал айыптаулар алынып тасталады деп үміттенді. Сот театр сияқты өтті, мемлекет Маринаға адвокат тағайындады, ол іс барысында түнгі уақытты ұйықтамай өткізді, ал прокурор болса бар күшін салды. Марина әр күн үмітпен күтті, Максим оны құтқарады деп ойлады, бірақ оның құрбысы Макстың оқуды Англияда жалғастыратынын айтты. Маринаға 3 жыл берілді. Содан кейін ол түрмеде жүкті екенін білді. Әйелдер бөлімінде өткізген уақытты есіне алуға тыйым салды, себебі бұл өте ауыр еді. Жан дағдарысында ол отбасылық альбомды ашты. Қара шашты, сұр көзді кішкентай бала Маринаның сүйікті ұлының суретін мейірімділікпен сипап отырды. Жаратқаннан басқа ешкім біле алмайтын қандай қиындықпен өзі жалғыз ұлын өсіргенін. Марина 1,5 жыл отырып шықты. Құтқарылған үшін ол өте бақытты болды, баласын тартып алмады. Босқындықта оған бірқатар қиындықтар туды. Кішкентай баласы бар, жас қызды ешкім жұмысқа алғысы келмеді, әсіресе сотталған адам ретінде.
Көрші Яков Иванович арқылы оның үлкен шәкірті Алешканы үйіне орналастыруға көмектесті, ал Марина енді түнгі кезекпен және кешкі уақытта түрлі жұмыстар істеп, еңбек етті. Ол мейрамханада тазалық жұмыстарын жасап, жергілікті кеңселерде тәртіпті сақтады, демалыс күндері автомойкада қосымша жұмыс істеді, түнде жастық пен көрпелер тігіп тапқырлық танытты. Өткенге көз жүгіртпеді, неге артық қайғыны ойлап жүрсін. 40 жасқа келгенде оның ескі байланыстары үзілді. Бір күні ол кездейсоқ бұрынғы құрбысымен жолығып, ол Стастың жол бойындағы кафесін банкрот болғанын, мэр Скворцовтың отбасымен Мәскеуге көшіп кеткенін және ұлы 1 жыл бұрын астаналық сұлуға үйленгенін айтты. Марина бүкіл түнді жылай өтті, кейін көз жастарын сүртіп, мейрамханада еден жууды жалғастырды. Енді ұлын тәрбиелеу оның жалғыз қамқоры әрі қуанышы. Терезе сыртынан таң ата бастады. Марина бүкіл түн альбомға қарап өткізген бе. Анна ұйықтап жатты, бірақ ұлы туралы ойлар тыныштық бермеді. Анна әрдайым ұлын қуантудың жолын іздейтін. Қымбат ойыншық, дәмді тамақ, сәнді киім, бәріне дайын болды, тек оның барлық тілектерін орындау үшін. Әрине, мүмкіндігінше. Егер Ильяға жаңа гаджет керек болса, ол бұл туралы анасына жайлап айтады. Анасы қажетті соманы міндетті түрде табатынын біледі. Қиын жағдайда тіпті қайсы бір мекемеде еден жуып жұмыс істеуге де дайын. Әрине, Ильяның осындай сезімсіз, өзін ғана ойлайтын болып өсуінде Марина да кінәлі. Ол ешқашан оған шаршадым деп шағымданбаған, ешқашан ауруға шығып көрмеген, түскі үзілісте үнемі ең дәмді тағамды ұсынған. Сондықтан да баласы ешқашан анасын ақша табудың қандай қиын екенін ойламай өсті. Ал қазір туған ұлы Маринадан ұялып, оның жалаңаш жалқау тазалаушы екенін білгісі келмейді, тіпті үйлену тойына шақырғысы да жоқ. Марина мұны түсініп, ашы өкінішпен терең дем алды да, қабырғадағы ұлының портретіне қарады. Балам, мен сен үшін 25 жыл бойы барлығын жасадым, бірақ осы жолы өз еркіммен істеуге тура келеді, кешір мені. Әйел төсектен тұрды да, тумбочкеден ескіше жинаған қаржысымен, ай сайынғы жалақысын сақтаған кішкентай жәшігін алды. Бұл қаржы шашылып, сән салонына, шашқа сәндеуге және косметологқа жетеді. Маринаның мемлекеттік тіркеу кеңсесіне келуі үлкен әсер тудырды. Ол бұрынғыдан да жас көрінетін, ал сұлулық салонынан шыққан соң 10 жыл жасардай болды. Ер адамдар сұлулығымен сәнді көк көйлекті киіп келген жарық шашты әйелге жымысқы көзбен қарайтын. Той рәсімінде анасы көз жастарын сүртіп, сәл қорқақ әрі байсалды ұлымен оның сүйкімді жарына қарап сүйсінді. Қалай жақсы, мен осында келгеніме. Барлық қонақтар жас жұбайларды құттықтап жатқанда Илья анасына жақындап сыбырлады. Менің өтінішім саған маңызды емес сияқты. Мейрамханаға менімен бірге бармайсың ғой. Бармаймын деп басын изеді Марина, мен бәрін көрдім. Сәлем. Деп 20-шы шақтардағы Вика шап берді. Марина Анатольевна, сіз тамаша көрінесіз. Ата-аналар сізді мейрамханаға бірге баруға шақырады. Рахмет, менің уақытым жетті, деді Марина. Қашан? Деп таңырқады Вика мен Илья. Шынында да, ана, қайда асығып жатырсың? Балаңның тойы ғой. Марина қинала күлімсіреп, оларға. Мен оларды мейрамханаға шақырдым, деді. Тойды құттықтау кезінде Марина микрофонды алды. Балалар, бақытты болыңдар, бір-біріңізді өмір бойы сүйіңдер. Оның қысқа сөзінде сонша шынайы сезім болды, қонақтар оған қол шапалақтады. Кішкене сахнадан түсіп келе жатып, Марина сәнді костюм киген ұзын бойлы бір ер адамға жолығып кетті. Оның жүзі таныс болды. Мүмкін емес деп таңырқап айтты Максим, ол оның жолын кесті. Мари, сен ғой. Мұнда не істеп жатырсың? Максим көздеріне сенбей Марина. Келіннің әкесі, менің іскер серіктесім. Мен сені тойға шақырдым. Максим қобалжып, Маринаның қолынан ұстап. Кетейік, сөйлесейік, деді. Сен жалғызсың, әйелің жоқ. Олар 1 сағат бойы сөйлесті. Максим әкесі шетелден келген соң Маринаның басқа жігітпен кездесіп, Мәскеуге кеткенін айтқанын айтты. Шокқа түсіп, Максим сенбеді. Құрбысын қорламаудан қорқып, шындықты білу үшін жақын досынан сұрады. Досы придорожный кафеге барып, қызды таба алмады, бірақ иесі мен официанттар әкеден естіген ақпаратты растады. Сол кезде мен күйзелістен есімді жоғалттым. Англияда тағы 6 ай қалдым. Одан кейін Мәскеуге оралдым.
әкем қызметте көтерілді, үйленді. Мен осы жылдарда бақытты болдым ба? Жоқ, тек жастық шағымда сенімен ғана. Ал сен осы уақыт аралығында қалай өмір сүрдің? Деді Марина. Қуанышты әңгімені кейін айтамыз деп ұсыныс жасады Марина. Енді мені билеуге шақыр. Қонақтар осы әдемі ересек жұпқа көздерін алмай вальс биледі. Илья анасына қарап, оны танымай қалды. Ол анасының өте тартымды әйел екенін түсінді. Ол жеке өмірін ұмытып, баласына арнаған. Илья өмірінде алғаш рет шынайы ұялып қалды. Кенет ол анасының бір бай жігітпен бірге шығып бара жатқанын көрді де жүгіріп жетті. Ана, қайда барасың? Кетіп барамын. Сен мұны өзің қалайтын едің деп жауап берді анасы. Ана, қайда барасың осы адаммен? Деді Илья. Мен сен үшін кез келген жерге дайынмын, деді ол. Ай, Света, шын жүректен мойындады Марина. Айтпақшы, таныс болыңыздар, бұл сенің әкең. Максим мен Илья таңырқап Маринаға қарап тұрды. Біраз үнсіздіктен соң ол шешімді түрде басын шайқап күлімсіреді. Менің ойымша, біз үшіміздің алдында өте ұзақ әрі қиын әңгіме тұр.